Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Көп болды сіздермен ұшыраспағаныма. Бүгінгі мастер-классым енді керемет. Біздің отбасымызға бір емес екі ханзада өмірге келіп жатыр. Соның құрметіне мен 1 метр турецкий сатин матадан 2 кокон шығарып отырмын. 2 ханзадамызға. Біреуі қайын сіңілімнің қызы ұлы болып тұр, біреуі өзімнің кенже қайнымның ұлы дүниеге келіп жатыр. 2 ұл балаға керемет 2 кокон жасап, екеулеріне Алла разылығы үшін сыйлық жасамақшымын қыздар. Сол ниетімді қабыл етіп, бүгінгі мастер-классымды көріңіздер. 1 метр сатиннен 2 кокон шығару оңай және тез асылзат мастер-класспен экраннан ұзақтамай лайк баса отырып сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Ал қыздар, біздің коконымызға ең бірінші мынандай мата керек. Мынау турецкий сатин, өте күшті, 100%-дық хлопок екен. Бұл ені 1,7, ұзындығы 1,7 екенді. Ал енін мен 68 қылып алдым қыздар. Экранда жазылып тұрады. Ұзындығы 1,7, ал ені 68. Плюс екі жағына 2 сантиметрден қыздар тігісіне алдым бірден. Осындай түстен әдемі кокон тігіп шығарамын. Бұны осылай беттестіріп аламыз бірінші. Бәрін ұшпа-ұш қылып алған соң, қазір бұны сызып шығамыз. Мынандай милогымыз, осындай сабынымыз керек, қалай пішетінімізді. Содан кейін мынандай лента істетіп аламыз. 10 сантиметрлік, 5 сантиметрден бүктеп беттігеміз. Бұл айналасына 1,60, бұл болады 3,20 сантиметр болды мынау. 3 метр 20 сантиметр. Сосын андай косайбика керек, осы ампат цвет шетін қайтару үшін. Жастығына қыздар мінеки 32-ге 22 қылып алдым. 32, мына жағы 22. Осындай керемет екі жақты жастықшасы болады баламыздың. Мына жастығымды мынандай коронамен декорировать етемін. Сол кезде коконым ішінде әдемі болып көрініп тұрады. Ал коконымның астына мен осындай бантик тікпекшімін қыздар. Бұл на липучке жабысып тұрады. Былайынан. 15-15-тен ұзындық 30. Былайынан 22. Былайынан 30 болды. 15-15-тен бөлгенде. Былайынан бұны бантик қыламында. Мына ортасына мына коронасын келтірдім. Осылай қылып. Осындай ханзадамызға арнап, осын тігіп, на липучке мына жеріне қыстырылатын болады. Оның барлығын менің мастер-классым соңына дейін көрсеңіздер, оңай және тез тігу жолын сіздерге көрсететін боламын. Ал ортасына поролонымды қиып дайындап қойдым қыздар. Бұл күнде тұрғандықтан осындай болып кетті. Негізі таза чистый поролон. Толщинасы 3 сантиметр, өте мамық, жұмсақ, балаға нағыз керек поролон. Бұны мінеки ортасына қойып, кейін барып артық жерін қиып тастаймын. Артығымен аламын мен всегда. Сосын кейін қыздар мынандай әдемі білесіздер, стразы. Стразыды осы мына лента тігілген жерінен бұлай өтетін боламын. Сол кезде мен коконымның айналасы осындай жылтырап, сондай десем болады қазір. Сондай фэшн, гламурный тігілейін деп тұр кокон. Ал сіздерге сәттілік. Видеомды соңына дейін көруге тілектеспін, және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді қалай пішеміз? Мінеки қыздар, біздің матамыз 100 деп аламыз. Баяғы мен 107 дедім ғой, енді бұны чистка жасап, ровно жан жағын 100 сантиметр деп ұзындығын солай аламыз. Ал былайынан негізі 65 болу керек, плюс 1 плюс 1-ден 65-ке
екіні қоссақ 67 сантиметр болады. Мінекей. Бұл тігістерге примерно алып отырмын. Және де мынандай қылып осылай қылып сызамыз. Бұл ортасы 35 сантиметр болады. Әрине, мына 65 мына жақта болса, екі жағына 65 пен, то есть 67-ден 65 алсақ, 16 қалады. Екі шеті 16 болады, мына жер. Ал мына жағымыз примерно 20 я 18 қылып аласыздар. Мінекей. Оны енді матаға байланысты кейін сіздерге айтатын боламын, нақты қанша сантиметр алған. Пока 20 деп қойдым енді. Енді содан кейін осылай матаға түсіргеннен кейін мына шеттерін мынандай қылып дөңгелетіп аламыз. Сол кезде сүйкімді әдемі болып көрінетін болады. Төрпішті болып бұрыштары мынандай мысықтың құлағы ұқсап шығып тұрмайды. Осындай қылып әдемі болады. Содан кейін бұл матаны мына қақ ортасынан бір-біріне беттестіре отырып, қыздар, мынаны мына жаққа, мынаны мына жаққа беттестірген кезінде бізде мінекей мынандай пішім пайда болады. Сол кезде біз мына жақтан жаңа қанша 16 сантиметр алдық қой. Дәл солай қылып, мына жерді де 16 қылып аламыз. Содан мына жағында 16 қылып алған кезде мына ортасы осылай қайырылады мына жерден. Бұны да сәл мынандай қылып сәл дөңгелетіп аламыз да, сол кезде осылай пішін пайда болады. Бұны сызып аламыз. Сызып алғаннан кейін барып, біз жаңағы лентамыз тігетіміз. Лента 10 сантиметр ені, ұзындығы 2,70 болса жетеді. Бірақ мен екі лентаны қосқаным үшін бірді 60 плюс бірді 60 тең 3,20 болды. Енді ауысқаны қалады ғой бәрібір. Ұзын болғаны да жақсы. Көкінімізді тартып қоятын, жан жағын тартып жинау үшін мынандай атлас лентасын қолданам. Айвори түсті, қыздар. Негізі көк түсті де қолдансам болады, бірақ барлығы көк болғаны да бір түрлі. Сол үшін дизайнерлік саладан да кіттай қабарым болғандықтан осы жақпен да кіттай неғып отырмын. Ойластырып отырмын. Өйткені көріп тұрсыздар ғой, мына ортасындағы бантигі да көк болады. Енді астынан мынау былайынан бетіп әдейім болып светлый түс болсын деп тұрмын да енді. Оны енді мастер-класының соңында көреміз. Енді мына пішінді матаға түсіру керек, қыздар. Ал қыздар, мінекей беттестіріп, ұштастырып отырып, мен осылай 50-50-ден мінекей бетіп чистка жасап алдым. 1 метр болды енді ұзындығы. Астында дәл солай қылдым. Енді біздің короналарымыз бетіп жату керек, білесіздер. Особенно яркейлері да. Енді теріс аударғаннан бір түрлі болып көрініп қалады. Сол үшін осылай қыламыз. Екеуін беттестіріп аламыз, ұштастырып, сәйкестендіріп. Мінекей, қыздар, еш жері қисық болмау керек. Барынша сәйкестендірдік мінекей. Мына жағы кронка, еш нәрсе қылмайды. Содан енді бағанағы пішімімізді бастаймыз. Ортасын бірінші мына жағынан 16 сантиметр алып тастаймыз. Ол 17 болуы мүмкін тігіспен. Және де былайынан да 17 қылып алайық. Енді ортасын өлшейміз. 34 болып қалды. Оны өшіріп тастауында. Мінекей, қыздар, мына жағынан 16 жарым қылып алады екенбіз. Мына жағынан да 16 жарым. Сол кезде мына ортасы бізге ортасы 35 болады. Енді дәл осы жерден
17 қылып алатын болдым қыздар, 20 это слишком не болып қалды, сол үшін 17 қылып аламын мына жерін. Дальше міне былай и 17. Все. Так, енді осылай ұқыпты істеп аламыз бәрін. Енді мынаны дәл ортаға апарамыз. Матамызды дәл ортасын тауып алу керек. Жаңа 35-міздің ортасы неше еді мынау? 17,5 дейді. Міне ортасы 17,5 болып тұр. Дәл осылай 17,5-нан белгілеп кете береміз. Мына жағынан 17,5 қылып жібереміз де, міне мына төбесі осылай болады екен. Және де мына жағында барлығын қосып шығамыз сызық болып. Енді мына екінші жағына да дәл солай қылып он жеті жарым. Надо мне 17,5. Мына жағынан да ой, жарым болады. Мына углы дәл солай қылып мына жақтан тез-тез өткізіп жібересің ғой, қызым. Айтпай ақ қойыңыз, 17,5 деп күнге қосу. Мынаны бірден қосамыз. Ал қыздар, мінекей біздің сызығымыз дайын тұр. Өлшем алдық қыздар, сіздерге барлық формулаларды көрсеттім, оңай және тез қалай шығатынын. Енді мінекей бірінші коконымыздың пішу жолдарын, шеттерін мынандай қылып дөңгелек нәрсе қойып, дөңгелетіп сызып аламыз міне. Екеуін бір-біріне беттестіріп қойып, мына дөңгелекті мына жерге қоямыз да, міне. Сонда осы жерін қиып тастаймыз, дөңгелетіп шеттерін. Мінекей осындай пішінді біздің коконымыз дайын болды міне. Енді білесіздер, біз мына жағынан осылай қылып сызып алдық, міне ортасын. Мынау поролон кіретін жері, мына айналасына міне холофайберлерді тығатын жеріміз. Енді астары мына ақ түсті алып тастаймыз да, қыздар. Біздің мына 10 сантиметрлік лентамызды білетін шығарсыздар міне. Соны осыған айналдырып тігіп аламыз бірінші. Міне. Осыған айналдырып тігіп алғаннан кейін барып, осындай стразилерді айналасына тігіп алып, міне мына ақ ішін жалғап аламыз. Содан кейін барып холофайбер қалған нәрселерін жасаймыз. Ал мастер-классымызға ұзамаңыздар. Міне қыздар, мына лентамыздың басын кішкене бүйтіп қайыр жіберіп, міне косой бейкап жерге керек жоқ қой енді. Сол үшін бұлай әдем болып көрініп тұру үшін міне мына жағынан бастаймыз, міне оң жағынан.
былайынан тігіп кетеміз. Міне мына жерге келеді, мынандайынан ары қарап кете береді. Міне мына сызылған жерден кішкене мына жерін гармошка қылмасақ, дугасы бар екенді. Қайрылатын жер ғой. Қыздар, мінекей мен осылай, мына сызған жеріміз енді сырты болады ғой, кейіннен сүртіп тастаймыз. Міне осылай қылып тікті. Міне енді мына ақ матамызды аламыз да, ішіндегісін міне осылай тігуіміз керек, қыздар. Міне сол кезде мына лента салатын жағымыз сыртта қалады екен. Ол үшін біз мінекей мына жағынан турлап аламыз қайтадан. Міне ортасымен өтек басып міне сызық түсірдім. Өтектің көмегі күшті тиіп жатыр, как всегда. Енді міне мына тігіс іште қалып кету үшін біз мінекей қыздар, мына жақ міне бұрышқа бұрыш болып кетіп қалмау үшін міне былайынан және міне мына жағында былайынан сәйкестендіріп аламыз да, ол кетіп қалмайды сол кезде. Сол кезде мына жағында мінекей мен бүйтемін. Екі бастан ортасы мынау қоқынымның. Және де міне мына жағы әлі тігілмейді ғой, ол жер неудобно да қазір тігу. Сол үшін мінекей мына жағынан енді қазір мен бастаймын. Қалай мен бастаймын? Беттестіре отырып, мынаны ішке тығып жіберіп, міне былайынан мына жағымен мынаны үстімен тігеміз тағы. Қайтадан сәйкестендіріп аламыз. Лента салатынымыз дайын болды, қыздар. Мінекей осылай болып шықты. Енді біздің сәндік элементімізден алдым біз мына матамызды дүзеп аламыз да, ортасына осылай инені тығып аламыз. Бұлай олай кетіп қалмау үшін өтек басылған жер итак білініп тұр ортасы екен. Ең бастысы осы ортасы тең болу керек, қыздар. Сонда сіздің матаңыз қисық болмайды, және де уақытыңызды үнемдейсіз. Бір емес екі қоқын тігіп тастайын деп отырмыз. Бір оқпен екі қоян атқандай. Мінекей осы сызықтар үстімен түсіп тұр. Енді біз мына жағынан мына стразымызды тігеміз. Керемет қылып мынада тартып отырып, мына ұшпа ұш қылып мына жағынан тігіп шығамыз стразымызды. Кетті. Мына екі жағын тарта отырып стразымызды қойып аламыз да. Жіпті де серый қылсаңыз да болады, ақ жіпте де тұрса да ештеңе етпейді, қыздар. Міне мына ортасы мына тігіске тұру керек, сәл стразы мына жаққа шықса да ештеңе етпейді, мына бантик жаққа да, мына лентамызға. Сол үшін кішкене көрініп тұрады да кейінді. Мына жағын былайынан бір-екі рет түйіп жіберсек жетеді. Түбінен қиып жібереміз. Неке қыз-келіншектер, осылай болды. Міне стразым тігілді, әдемі болып, мына жағынан да әдемі тігіс болды. Кейін көреміз тағы. Енді мына сабынмен, мелокпен сызған жерімізді міне машинкамен былайынан өтіп шығамыз. Содан кейін барып екі жағынан мына синтефонды тығып алып жайпап аламыз да, мына ортасына біздің мына дайындап қойған
поролонымызды былайынан салып жібереміз мінекей. Ал іске сәт кеттік. Қыздар, мінекей ортасын обязательно біз міндетті түрде мына инелеріміз тығып алдық, және шеттеріне де мата былай тайып кетпеу үшін. Және де міне мына жеріне қазір поролон салғаннан кейін барып, біз былай қайтарып ішіне тығып тігіп жібереміз ғой. Сол үшін біз мына шетінен бастамаймыз, сәл орын қалдырамыз қайырып тігіп жіберуіне. Түсіндіре алған шығармын. Ал бісміллә деп енді мына үстіңгі жіпті мен сәл темный көк қылдым, астыңғы жіп ақ. Осы мелоктың үстімен тігіп шығамыз, қыздар. Ал қыздар, мінекей біздің тігісіміз дайын болды. Енді шетіндегі мына невелерді алып тастаймыз, инелерімізді. Түйреуішпен мына лентамызды өткізіп аламыз бірінші. Бісміллә деп мына жағын өткізіп аламыз. Қыздар, өте көп алмаймыз, өткені қазір біз тағы жинаған кезінде өте көп қалады. Сол үшін мінекей кішкене қылып мына жаңағы жерді қиып тастайын, өте әдемі емес болып қалды. Ал енді оттығымызды алып, лентамыз сетінеп кетпеу үшін шетін осылай обработка қылып аламыз. Біз қазір халафайфер. Міне осындай халафайфер алдым осыған. Қыздар, қазір осыны жайпап шығамын. Мына жерде 1 килограмм 1500-ге алдым, қыздар. 1 килограмм осыны қазір мына шетінен ар жақ қаратып тығамын. Не осылай жайпап тығамыз халафайферді. Бұл синтепух емес, қыздар, халафайфер деді базарда. Өте керемет зат екен, бірде-бір шаң шыққан жоқ, қараңыздар. Менің ана мұрным қышып кетеді шаң нәрсеге да бірден. То есть гипераллергенный. Значит, балаға жақсы болады бұл. Питон сияқты кәдімгі толтырып қоямыз ішін. Қыздар, мінекей енді поролонын былайынан тығып жібереміз. Көрдіңіздер, мына жағына бармай қалды, қыздар. Итеру керек максимум. Артық поролонды қазір мен мына жерінен қиып жіберемді. Сосын ішіне қаратып мынаны тігіп алам. Поролонымыз сәл былай қарап неғып тұр. Қазір тартылғаннан кейін өз орнына түседі. Қыздар, мінекей мен невесін жинап тартып отырмын. Қазір мына жағына бетіп байлап қойсам, міне көкінім осылай шықты. Поролоным да әдемі болып ішке жатты. Міне күшті болып, мамық, әдемі тап-таза болды. Міне көкінім осылай болды, енді білмеймін. Осылай шықты енді. Әрдеде ленталарын тартсақ болады, бала жатуына да ыңғайлы, ешкім басып кетпейді, аяқ астында қалмайды. Сосын бір жерлерге алып барғанда да, және де төсек орын ретінде де істетуге болады. Бала алып кетпейді, түсіп кетпейді деп уайымдамайсыздар. Мінекей керемет көкім болып шықты, әрі басқаша дизайнда болып шықты. Міне көріп отырсыздар. Міне стразилерде әдемі көрініп тұр.
Міне қазір жастығын тігеміз. Мынаны бүйтіп байлап қоямыз ғой мына жаққа. Көрдіңіздер ма, қанша ауысып қалды бантигінің өзіне. Міне. Керемет қолқам. Ал жастығымызға мына аппликацияны қиып алдым. Енді ханзада болғандықтан осындай коронаны, кружевасын қолданайын деп отырмын, қыздар. Мінекей былайынан ұстап отырып, қыздар, мінекей жастығымның мына кружевасын тіктім былайынан. Енді мынандай қылып инемен тоқтатып отырып, жастығымыздың размері 32-ге 22. Не, осылай жастығымыз шықты, әдемі болып. Мынандайынан бұл декорация болып тұрады, жай ғана коконымызда. Ал жататын жері мына жағы болады. Бала мына жағына жатады. Өйткені мынау батады басына. Ал қазір халафайкерді әдемілеп бісміллә деп салайық. Мінекей осылай. Сөп-сүйкімді ғана жастық болайын деп тұр, қыздар. Мына жағын білесіздер, былай қаратып, мен қазір тігіп жіберем де, ал нәтижесін қазір көретін боламыз.